ой мен күнә істеп қойдым, болды мен дайын емеспін, қазір бағанағы бет жоқ басқа деп адам өзін тосуына болмайды. Әсіресе дінді білмейтін, діннен ұзақ адамдар солай істейді. Мешітке жүр десе, кеше ұрттап қойған едім дейді. Кеше ұрттап қойған едім. Ұрттап қойған болсаң, керісінше сен мешітке келуің керек, Құдайдан кешірім сұрауың керек. Сен мұқтажырақсың. Күнде барып жүрген адамнан гөрі намазға баруға, мешітке баруға, тәубеге сен мұқтажырақсың. Неге? Өйткені сен былайша айтқанда аурусың. Емге кім мұқтаж? Ауру адам мұқтаж. Күнә істеп жүріп, мешітке баруға дайын емеспін, немесе мешітке баруға бет жоқ дейтін адам, ол мен аурумын, бірақ емделуге бет жоқ деген сияқты адамды. Емделмесең қалай сен түзелесің? Мен тазарайын кейін барам дейді. Сен қалай намаз оқымай тазарасың? Сен қалай тәубе етпей тазарасың?